Сәлем достар, бүгінгі видеода мен бір күнімді қалай өткіземін, не нәрселермен айналысамын, сол бойынша влог болатын болады. Бүгінгі үлкен план бұл ағылшын тілімен айналысу, яғни мен ағылшын тілінен курсқа қатысып жатырмын. Ол курсқа қатысқаныма уже ұзақ уақыт болып жатыр. Қатысып бастағаныма және IELTS-қа дайындалып бастағанбыз. Сол бойынша менде үй жұмысы берілген. Мен не істеуім қажет? Яғни маған сөздер беріледі, өте көптеген үй жұмысына. Сол сөздерді мен қалай жазылу қажет, соны білуім қажет, үйренуім қажет. Және де ол сөз жаңа сөз болатын болса, оның анықтамасын білуім қажет. Сонымен қатар произношениемен жұмыс жасауым қажет. Өйткені бұл ертең IELTS тапсыратын болсам, listening-да үлкен рөл атқарады. Соны орындауым қажет. Алдыңғы күндері мені осылай жарты тапсырмадан орындап жүрдім. Енді бүгін толыққанды барлығын орындап тастауға тырысуым қажет. Сонымен қатар бүгін мен тағы да брекет қойдырайын деп жатырмын. Өйткені бірден бір себеп, алдыңғы жылы қойған кезде стоматолог дұрыс қоймаған. Қойғаннан кейін тістің ортасын дұрыс қатырмаған. Өйткені мен бір жыл бойы брекет таққаннан кейін менің тістерім әлі қатпады. Менде бәрібір босаңсып кету, яғни қозғалып кету, немесе тістің ортасы ашылып кету деген секілді проблема болады. Проблеманы шешу үшін қайтадан брекет қойдыру қажет деп айтқан болатын. Сол себепті де бүгін тағы да брекет қойдырайын деп жатырмын. Бірақ та бұл жолы мен тек қана өзім брекет қойдырмаймын, менің сіңілім де брекет қояды. Ал енді ендеше және келесі жолы бәлкім мен ағылшын тілін үйренуде өте көп пайдасы бар, пайдасын тигізетін сайттар туралы айтамын. Өйткені мен сол сайттарды іздей отырып, өзіме өте көп пайдасы тиген, жаңа сөздерге үйренуге болатын, жаңа сөздерді үйренуге болатын, listening-ді дамытуға болатын әртүрлі сайттарды іздеп тапқан болатынмын. Егер де қаласаңыздар, бәлкім мен түсіремін онсыз да ол видеоны, яғни ағылшын тілін үйренуге пайдасы өте көп сайттар туралы. Ендеше бүгінгі күннің планын, яғни ағылшын тілінен берілген үй тапсырмасын орындайын. Мен қазір ағылшын тілін үйренгелі бері қандай өзгерістер болды, сол бойынша айтқым келіп тұр. Ең біріншісі, мен ғылыми жұмысқа қатыстым. Ғылыми жұмысқа қатысып, біз аудандықтан орын алдық, екінші орын. Ол аудандықтың ешкімге бірінші орын берілген жоқ. Кейіннен облыстан екінші орын алдық. Облыстық кезеңде бізде ғылыми жұмысты қорғау қажет болды. Және де оны қорғап шыққаннан кейін бізде екінші орын алдық. Екінші тапсырма республикалыққа өту үшін бізде тест тапсыру қажет болды. Ол тестті 60 сұрақ, 20 балл. Мысалы, бірінші сұраққа 1 балл, екінші сұраққа 2 балл, қиындығына байланысты 3 балл, 1 балл, 2 балл деген секілді баллдар берілген болатын. Өзі 60 сұрақ. Осылайша мен негізінде ол тесттен өту үшін 60 балдан жоғары алу қажет. Ал өзінің толық балы 20 балл, мен 79 балл алған болатынмын. Бірақ та неге нақты себебін білмедім, бірақ та республикалыққа өте алмадық. Но осы жылы 10-шы сыныпта республикалыққа өтіп, орын аламыз деп сенемін. Екіншісі, ол мен олимпиадаларға қатыстым. Бірінші олимпиада аудандық. Ол жерден екінші орын алдым. Жоғарғы балл болды. Ол жерде өзі өте көптеген тапсырма болды, қиын болды енді ол олимпиада. Мойындау қажет. Эссе жазу қажет болды. Бірақ та мен барлық фокусты көп уақытымды эссеге жұмсауға тырыстым, өйткені ол жерде бақандай 50 балл беретін болды эссе жұмысына. Солайша мен эссені толықтай жақсы қылып жазуға тырыстым. Барлық сөзімді, барлық білетінді сол эсседе жазған болатынмын. Меніңше 50 балдан есептеп қарасам, 50 балдан 50 балл алған секілдімін. Бірақ тест және де өзге, мысалы, бос орындарды толтыру деген секілді тапсырмалар қиын болды. Бұл жерде бірақ та олимпиадаға мен бірінші рет қатыстым ғой. Әрине, оның алдында қатысып жүргенмін, басқа олимпиадалар, бірақ ағылшын тілінен қатыстым. Сол кезде бір қобалжу болған жоқ, ең жақсысы. Және ғылыми жұмысты бастаған кезде, қорғау қажет кезде бізде кабинетте отырдық. Сол кабинетте отырған кезде менде өте қатты қобалжу болды. Өйткені бұл облыстық кезең болды ғой. Ол жерде бастапқыда қарап отырасың, өте көп деген қыздарда былайша барлығы. Өте керемет ағылшын тілін айта алады, сөйлегендері, произношение күшті болды. Бастапқы бірінші рет шығайын деп тұрған кезде, списокпен шығарғаннан кейін мүлдем шыға алмай қалдық бірінші болып. Сөйтіп
соңғы айтқан адамдардың қатарына кіріп кетіп соңғы болып айтқан болатынбыз, және менің өзімнің жұбым болды. Осы ғылыми жұмысты қорғаған кезде бірге қорғап шықтық. Соңғы айтатын болғаннан кейін бізде уже шаршау сезімі болды. Яғни шаршап кеткеннен кейін уже қобалжу болған жоқ, тезірек шығып, тезірек айтып кетсек екен деген секілді ой болды. Сөйтіп соңғы болып шығып, ешқандай қобалжу болмай, бірақ енді шаршаңқы болдық. Өйткені ол жерде файл ашылмай қалды, презентация ашылмай қалды деген секілді чуть-чуть проблемалар болды, бірақ ол проблемаларды шешіп айтып шықтық. Осылайша біз екінші орынды алдық. Және ол жерде айтып жатқан кезде, яғни саған қарап отыратын адамдар, сол жердегі сені ғылыми жұмысыңды тыңдап отқан апайлар кәдімгідей бізді түсініп бір деп отырды. Кейін сол кісілерге қарап қобалжу болмай, асықпай, жақсы қылып айтып шыққан болатынбыз. Сол себепті де мен сіздерге ағылшын тілін үйрену бойынша үйреніңіздер деймін, кеңес беремін. Өйткені беретін өте көптеген мүмкіндіктері бар. Өйткені біз жай ғана мысалы жаңа дос тапқымыз келеді, өзге елге саяхаттаған кезде мысалы бізге аудармашы қажет болады. Ағылшын тілін білсеңіз, қайта өзіңізбен өзіңіз жаңа адамдармен сөйлесесіз, танысасыз, өзіңіз қалған сұрақты қоясыз, оның мәдениеті, салт дәстүрі деген секілді тарихы бойынша сұрай аласыз. Яғни қысылмайсыз. Өте көп мүмкіндіктері бар. Еще оның көбісін біз біле бермейміз, байқай бермейміз деген секілді. Сол себепті де өзге тілді үйреніңіздер. Өздеріңізге қажет тілді, үйрену қажет тілді, яғни өздеріңіз қызыққан, кейінге қалдырып жүрген болсаңыздар, ендеше бастаңыздар деп кеңес беремін. Біз негізі қазір стоматологқа баруымыз қажет болған, бірақ оны сағат 3-ке ауыстырып тастады. Сол себепті мен де негізінде осы видео түсірмей тұрып, влог түсірмей атып, бірнеше события, даже көп жағдайлар болды. Оның біріншісі, ол кітап оқу бойынша мен конкурсқа қатысқан болатынмын. Бірақ та негізінде ол жерде әрине кітап оқисың, көп нәрсені білесің, сонымен қатар ол жерде приздар да бар. Содан мен 3000 теңге ұтып алдым. Негізінде одан да мысалы алдыңғы қатарда болуға болатын еді, яғни орындарда, бірақ та менде сессия дұрыстамай қалды, загрузка ұзақ болып қалды. Сол себепті менде көп уақытымды жұмсап алдым. Бірақ та берілген 20 сұрақтың барлығына 20-дан 20 дұрыс жауап берген болатынмын. Екіншісі ол Аружан ютуберді барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Соның вебинарына қатысып көрдім және тікелей эфиріне қатысқан болатынмын. Тікелей эфирінен мен өте көптеген нәрсені түсіндім. Мысалы, видео түсіріп жатқан кезде бір атмосфераны қалыптастыруға тырысу қажет. Және мысалы мен көбінесе видео түсірген кезде өзім туралы, не жасап жатқаным туралы көп айта бермейтінмін. Мысалы ретінде ағылшын туралы айтатын болсам, мен қаншалықты ұзақ үйреніп жатырмын, қалай үйреніп жатырмын, ол туралы айтпаймын. Мен тек қана ағылшынды үйреніп жатқан процесті ғана түсіріп алып, соны видеоға қосатынмын. Бірақ енді сол себепті бір видеоның форматын өзгертуге тырысып жатырмын деп айта аламын. Енді мен қазір бұл видеоны стоматологқа барғаннан кейін жалғастыратын шығармын. Қазір айтқым келген жағдайларда айттым деп айтуға болады. Және дипломды алдым, қызыл дипломды. Қызыл дипломды алатын кезде бір қатты қобалжу болған жоқ менде не екенін. Енді ұбт-ға асықпай дайындалу қажет. Дүниежүзі тарихы бар менде еще. Дүниежүзі тарихынан дұрыстап, асықпай, қазірден бастап дайындалған дұрыс. Аруды күтіп отырып, уже брекетін қойдырып болдым. Қазір енді ар қойдырып болса барамыз. Біздің уже брекетті қойдырып келгенімізге жарты сағаттан асып кетті. Менде тағы да жаңалық бар бүгіндікке. Ол біріншісі кітап оқу бойынша конкурсқа қатыстым, және бұл жаңа өзге адамдардың конкурсы, жаңадан ашылып жатқан.
қатысып көрейін дедім, және кітаптары қандай екен, ол кітаптарды мысалы басқа жерден табуға болады ма? Егер де олар қолжетімді, яғни тегін болса, неге мысалы мен оны сатып алып оқимын? Менің оның алдыңғы қатысып жатқан кітап конкурсында ол кітаптар табу мүмкін емес. Тапқан күннің өзінде ол кітаптар толық дұрыс жазылмаған, электронды нұсқасы. Сол себепті де мен сол кітап конкурсына уже екінші жылы қатысып жатырмын. Әр жаз басталған кезде бір рет қатыстым. Алдыңғы жылы менде еш нәрсе ұтып ала алмадым, өйткені көп себеп болды. Ол жерде интернет ұстамай қалды алдыңғы жылы да, және телефоным қатып қалды ма, сондай проблемалар болды. Ал енді осы жолы мен бір рет қатыстым кітап конкурсына, және екінші тағы да қатысайын деп жатырмын. Ол конкурс осы шілденің 5 күні өтеді. Сол күні тест тапсырамыз. Сонымен қатар біз негізінде брекет қойдыруға бардық, но өзімізбен бірге алған заттарымды көрсете салайын. Мүлдем қатысы жоқ, бірақ та алған заттарды көрсетейін дегендіктен көрсетіп жатырмын, және умывалка алдық. Сонымен қатар өздеріңіз де байқап тұрған шығарсыздар, бальзам. Енді мен қазір не істеймін? Мен енді айттым ғой, кітап конкурсына қатыстым деп, 5 күні өтеді. Сол себепті маған уже электронды кітап жіберіп қойды, яғни мен оқуым қажет кітап. Соны қазір оқимын. Қажет деген цифрлар, бір адамның есімі болса, соны бірден жазып отыруым қажет. Және кейіннен мен ағылшын тілімен айналысамын. Сонымен қатар менің осы яғни 9 сыныпта жазға қалдырып жүрген пландарым өте көп болды. Негізінде соның бәрін жасап уже бастауым қажет. Мысал ретінде дүниежүзі тарихы. Мен дүниежүзі тарихы негізінде 9 сыныпта оқып бастайтын шығармын деген едім, бірақ та уақыт жетіспегендіктен мен осы жазда енді шынымен дүниежүзі тарихын оқуды қолға алу қажет. Және тағы да басқа осы секілді үлкен пландар өте көп. Негізі менің өз басым балмұздадағы шемекейлі ұзақ болып кетті, бірақ та бүгін біз брекет қойдырдық. Бүгін балмұздақ жейін деп жатырмыз. Бірақ енді бұны түспен жеу қиын болады, енді брекетті енді қойдық еще. Сол себепті де екінші вариант бар, яғни қасықпен бірге. Менде қазір уже кітап оқып бастайын деп жатырмын. Кітап оқып болғаннан кейін менде қайттан ағылшын тілі бар, өйткені мен ағылшын тілін әлі соңға дейін істеген жоқпын, және менде спикинг бар. Белгілі бір тақырып берілген, соған дайындалуым қажет. Содан кейін негізінде мен жаңа сөздер үйренуді процесс тоқтап қалды. Соны қайттан қолға алуым қажет. Бұл видео менде бүгін кешке дейін жалғасады, бір күндік влог болады. Менің бұл видео негізінде сағат таңғы 6-тан басталған. Қазір уже сағат 7 болды, кеш болып жатыр, бірақ та артқа қараса әлі қазір жаз, как будто енді бір 5-4 болған сияқты. Осылай жаңа сөздерді жазып алам. Және де мен бастапқыда осылайнан сөздерді үйренетін, жаңа сөздерді. Бірақ бұл қазір ыңғайсыз екенін тартып алған болатынмын, және сонымен жиі жұмыс жасауға, жиі сол сөздерді қайталауға тырысамын, өйткені өте ыңғайлы. Уже қазір сағат 10 болып қалды. Мен өзім жаңа сөздерді жазып, анықтамасын тауып, солайынан жазып қойдым. Және ертең мен тағы да осы сөздерді қайталауым қажет, произношениені дұрыстауым қажет. Және ертеңге қалдырылған пландар өте көп. Бүгіндікке мен ағылшын тілімен айналыстым, және кітап оқыдым, конкурстың кітабын. Сол секілді тағы да басқа істерді жасаған болатынмын. Және брекет қойдырдым. Ендеше достар, мен бүгінгі бір күн влог аяқталды. Енді сіздерге ұнайды деп сенемін. Жақын арада тағы да осы әртүрлі влогтар жиі түсіруге тырысатын боламын.